Біз деген шықтық қалаға, шығайық па, шықпайық па деп жүріп шатын болып шештік. Сонымен тамақ ішуге барып жатырмыз, саламатсыз ба? Погода осындай. Бізде. Қазір Дианамен қамауға тоже айтқан болатынбыз. Шынында да олар өте өтті. Сен беліңді түсіре беру керек па ауырып тұрғанын? Белің ауырған түсіре беру керек па? Кешеден бері айта алмай жатқан осы екен ғой, бел екен ғой, желі. Тренировканы жай жасау керек еді. Именно тренировка істемеген ғой. Непонятно, тренировкадан емес қой. Бара емес па? Тренировка барған жоқ қой. Кілт етіп қалды ма? Просто істемей қалдым. Болды, ол 3 күн. 3 күннен кейін ауырдан келді. Ал біз әселдермен жолығып тамақтанып отырмыз. Гендерпатиден кейін енді көріп жатырық, иә? Әзбасар бар. Әңгіме айтайық. Бел қалай? Бел нашар болып тұр. Мен, в общем, беліміз тап қалды. Екінші күн жаман екен. Ешкім басына салмасын. В общем, жаман болып тұр. Жүріп аяғымыз істемей қалып отыр ғой бірден. Бел қалай деймін. Қиын дүние, в общем. Ол еркектердің подсиделочный деймін, сондай бір нәрсе естіген бар. Содан ғой деймін. Развал кетті. Май кетіп қалды. Гурды май кетіп қалды. Ол 4 күн. 4 күн дейсіз. 4 күн адам болсаң болып біттің десе. Арай адам болып кетесің. Сондай бүгін екінші күн 2 күн қаптым. Менің блокқа кеткенімді көбісі білмейтін шығар. Мен бұрын прямой эфирларға шығып отыратынмын. Елдерге, сіздерге жауап беріп деген сияқты. Өйткені дайрекке көп сұрақ келгеннен кейін бәріне жауап бере алмайсың ғой. Прямой эфир күшті да. Ал мен былтыр екіқабат екенімді айтқан кезде августте ол. Сол кезде бір реклама салам, сол жерде миллион деген сөз жаздым. Сол үшін мен блокқа кетемін ғой. Прямой эфирім мен монетизациям әлі күнге блокта. Өзім 3 айға кеткен болатын. Таш 4 айға кеттім сол кезде. Сол енді прямой эфирім әлі ашылған жоқ, осы биыл августта бірақ ашылады. Сол үшін қазір құр отырмай, сіздердің бір 10 қызықты сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Шынайы, реальный бір жауаптар болсын менен. Талдықорғанға келген кезде мен обычно тойханаға кіремін, тамақ ішемін, боянып аламын, и одан кейін машинаның ішінде келемін, той басталғанша отырамын, ойнаймын телефоннан. Сол қазір құр отырғанша, шым пысқанша дедім да, сіздерге сұрақтарыңызға жауап берейінші деп отырмын. Тезірек прямой эфир ашылса екен, сіздермен хочу поговорить, прямойға кіріп. Соскучилась по этим временам. Мен капец, шашап қалдым да, ентігіп тұр, мынаны ауыстырамын деп, в общем, заправляла постель. И қараңыздар, я не знаю, қазір адамдар ғарышқа барып жатыр, білмеймін, телефон всякие придумывает, технологии барлығы дамып жатыр, электрокар, в общем, все придумали. Ну, ёпта мать, мынаны ауыстыратын оңай способ до сих пор не придумали. Почему? Я уже устала заправлять это, потому что қатты жек көрдім. Талдықорғанға жиі келетін болдық өзі. Бүгін Талдықорғанға тағы да келіп қалдық. Ақсарай мейрамханасын кәдімгі жалдап алдық өзіміз. Қасымда Қайсаржан бар. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайсаржан уже асаба болуға дайын, құдай қаласа. Сіздердің тойларыңызды гүл қылып басқарамын деп жүр. Менің шәкіртім асаба курсына қатысып, асабалықты үйреніп толыққанда тойға шығып жүрген жігіттердің бірі. Сол бүгін тойдамыз ала берді. Бізде 3 күн қатарынан той екен. Бүгін Талдықорғанда болса, ертең 2 күн Алматы қаласында қатарынан тойымыз бар. Сол енді бұлай будни күндері демалдық. Енді демалыс күндері аянбай еңбек ету керек. Елдер демалыс күн демалса, біз жұмыс істейміз наоборот. Талдықорған жанып тұр. Қайырлы кеш бәріңізге, қалайсыздар? Нанғарсы сен мен түрімді жаным, кафеге баратын тұрмам мынау. Эфирден кейін, шыққаннан кейін үстіп 2 күн төсек тартып жатырмын. Короче, мына жағым деген іс кеткен, бет басым іс кеткен, ауырып, короче, температура жетіп, в общем, білмеймін не болған. Кім ана? Содан кейін, в общем, сол мен енді ауырып қалған кезде неше түр жаңалықтар болып жатыр екен мына. Біздің еңлік жайлы жаңалықтар болып жатыр екен. Мен бұл жазылып алайын енді. Бұл нәрселердің бәрін бір қолға алу керек болды. Мына тәтем отырмын арсылдап. Енді капеге бар. Аман болыңыздар. Ойбай, барамыз ба. Шығыңыз. Қонақ күте салу маған әшейін сән ғой.
сән ғой біздің жеңгемізге ризамын әйтеуір. Күнде екі дегесін ес күтіп алады. Разница жоқ. Бүгін бізде демалыс үйде өтіп жатыр. То есть демалысқан болғанда әр жұма сайын енді әр адам қыдырады ғой, киноға барады басқасы. Біз уже апта сайын барып көретін кино қалмады, если честно. Последний раз уже патрульді көріп тастадық. Енді шүкір, сондай дәрежеде өмір сүретініме шүкір едім да, енді уже до такой степени көретін кино. Наяқта Нұреке бахрома жеп отыр. Мен негізі мороженыйға особо қызықпаймын, тем более қатты тәтті шоколадныйға особо қатты қызықпайды екем. Ал мен білесіздер, мане істеп отыр, мен демалысым семечкамен өтіп жатыр. Енді бастадық, енді келдік қой жұмыстан. Сол қазір кино көреміз, біраз жоспар бар. Алдағы уақытқа қоятын еместерге бөлсем, сұрайым сіздерден, даже может кеңес алам көбіңізден деп айта аламын. В общем, сол. Сосын бағана мен сторисқа салдым ғой, мен сотты көріп жүрмін деп. Я, мен шынымен де өте қатты былай қолым қалай болсайды, солай мен уже үзінділерін болсын, официальный сайтына кіріп тұрып, ютубтағы сол жақтан көрмеген жерлерімді көріп алып жатырмын. Шын айтқанда, мына заманда біреуге бірдеңе деп айту, біреуді жазғыру, біреуді кінәлау тоже қиын ба деп ойлайсың. Өйткені өзің ұл қыз өсіріп отқаннан кейін қорқады екенсің, бәрібір болашағын алаңдайсың. Бір шетінен ойлайсың, әлі өзім баламын ғой деп, бірақ все-таки қатты қорқам. Өте қатты қорқам. Не то, что мен жалғыз өзімнің балаларыма емес, жалпы жастардың өміріне алаңдайды екенсің. Қазір қызып тұр, эмоцияға толы жастар, қазір білесіздер. Намысшыл, білмеймін енді. Мына жағдайды былай қарап та көп нәрсе айтуға болады. Ішім шіркін сайрап тұр да. И мен ойлаймын да, сол ешқандай атана баласын бұзақы болсын, біреуді өлтірсін, біреуді бүйтсін, ұрлықшы болсын, жаңағыдай бүкіл әлем қарсы болатындай, қарғыс ататындай бала болсын деп тәрбиелемейді да. Мен бұл жерде ата-ананы тоже жазғыра алмаймын. Бірақ өзімнің кәдімгі бұрыннан өзіме қабылдайтын дүние бар. Адамның ортасы бұзады. Адамның ортасы қандай болады? Адам соған қарай өсе ма деп ойлаймын. Өйткені бала үш жақты ғой, ортасына қарай, достарына қарай өзгереді, үйде басқаша болады, одан кейін мектепте оқыса, немесе студент болса, оқитын жерінде ол басқаша. Сол себепті алған тәрбиеден бөлек адамның ортасы түзу болу керек па деп ойлаймын. Өзі басым сол адамның ортасына қарай, баланың ортасына қарай жұмыс жасау керек сияқтымыз қазіргі таңда беретін тәрбиеден бөлек. Өйткені ешқандай ата-ана жамандық тілемейді өзінің баласына. Сосын артымдағы мына қымызды көрдіңіздер ма? Осылай Дәулет ағамыз бар, жақсы араласатын достарымыз. Сол кісіден попросить етемін жұмысқа келген сайын, сізге жақын қой ала келіңізші деп. Жақсы бір қымыз сататын жерді білет. Сол қымызды үзбей ішіп жүрмін, білмеймін. Қымызға құмартып қалдым. Андай балғымыз дегендерді алмаңыздар, ол зависимый. Ол адамды өзіне шақыртып тұратындай бір ішіндегі қоспалар дұрыс емес. Все-таки шынымды айтайын, мен андай антиреклама жасап отқан жоқпын. Менің естігенім және білуім кәдімгі таза қымыз ішсеңіздер, содан да андай мастану күйінде алып отқан жоқпын. Просто мен қымызды бұрыннан сүйіп ішемін. В общем, сол. Одан кейін жаңағы дүниеге қатысты айтайын дегенім, адамның санасына берсін деп Құдай бекер айтпайды ғой. Санаға беру керек та. Сана түзу болса болды адамда. Ол кез келген жағдайда өзін саналы түрде алып жүреді.